Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа езілген картоппен пюре дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай 2 тілім нанымызға үстіне ыстық 100 мл сүтімізді құйып 1-2 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді теркадан 1 пиязымызды өткізіп аламыз. Сүтке бұқтырылған нанымызды осылай шанышқының көмегімен ұсақтап аламыз. Тартылған етіміздің үстінен нанымызды және теркадан өткізілген пиязымызды салып, үстіне 1 чайнай ложка тұзымызды салып, жақсылап қолмен араластыратын боламыз. Әбден ұрғылап араластырсаңыздар дұрыс шығады формасы. Енді табамызға пергаментімізді төсеп, пергамент қағазымыздың үстіне кішкене май жағып, осылай қағазымызды майлап аламыз. Майланған табамыздың үстіне котлетімізді осылай қолмен формаға келтіріп саламыз. Дәл осы уақытта пешімізді қыздырамыз. 180 градуста 30 минутта пісіп шықты. Печкімізге салып қойып, осы уақытта картошкамызды осылай ұсақтап, қайнап тұрған суымыздың үстіне саламыз. Он 15-20 минуттай уақыт тұрды, картопымыз пісті, шамамен пісіп қалды. Осылай бөлек ыдысымызға алып, үстінен 1 ас қасық майонезімізді және кішкене сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміздің барлығын бірден емес, аз-аздан құйып, осылай картопымызды езіп алсаңыздар болады. Менде 4 орташа картопқа 100 мл сүт кетті. Осылай массамыздың бәрін біріктіріп алғасын, үстінен кішкене дәміне қарай тұз салдым. Тұз салғасын көп араластырудың қажеті жоқ. Осымен біздің пюреміз дайын. Осы уақытта біздің котлеттеріміз де пісіп қалды. Осымен біздің кешкі асымыз дайын. Өзіңіздің қалауыңызша әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіз болады. Достар, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лүпіл қалдырып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.